ертеде Маша атты қыз өмір сүріпті. Маша құрбыларымен бірге серуендеп жүріп адасып кетеді. Жүріп келе жатса, серуеннен шаршап келіп ұйқысы келеді. Бөлмелерді аралап қараса, бөлменің ішінде 3 төсек бар екен. Ол үлкен төсек, ыңғайсыз жатайын десе, екінші төсек ол да ыңғайсыз жатқанына, ал үшінші төсек болса, ыңғайлы болғандығы соншалық рахаттанып ұйықтайды екен. Серуеннен сол кезде 3 аю келеді. Бұл кім екен? Біздің үйімізге баса көптеп кірген. Кім менің тарелкамды тамамды? Кім оның тақтағын сындырған? Сол кезде Маша қорқып кетіп, ұйықтап жатқаны соншалық ұйқысынан атып оянып, аюларды көреді. Сонда Маша шошып кетіп, қашып кетеді. Сонда үлкен аю тұрып, Тоқта, білген. Маша осы кезде қашып кетеді. 3 аю өздерінің сынған орындықтарын, тарелкелерін барлығын қалпына келтіріп, өздері ғана өмір сүреді.